Осы апта мектебімізде апталықтардың ең алғашқысы ағылшын тілі апталығымен басталды. Ең жақсысы менің ойымша бірінші күн капкейк таратқан күніміз болды. Сұрақ қойып, олар сұрақты алады, жауап береді. Ағылшын тілінде біз оларға капкейк береміз. Одан кейін екінші күнде бізде екі дресс-код күні болды. Біреуі Шотландияның үлгісінде тор клетку киім кию. Бүкіл бала, мен ойлаймын, 80% балалар жұн киіп келді. Өте қызықты күн болды. Одан кейін hats day, шапка, неше түрлі креативный сондай шапкалар кию, шляпа кию күні болды. Ол енді білесіздер, ағылшын тіл мәдениетіндегі бір үлкен нәрсе, шапка кию. Сол сияқты біздерде дебат болды, spelling bee quiz. Одан кейін маған өзіме ең ұнаған нәрсе, лицейде көп сыныптардың креативтігі, қиялының керемет шек жоқ. Оның дәлелі ретінде біз декорация жарысын ұйымдастырған болатынбыз. Кіші сыныптарда ол есіктерін безендіреді, үлкен сыныптарда басқа мектептің әрбір бұрыштарын. Сол жерде мен өзім таң қалдым балалардың қиялының ұшқырлығына, олардың оны бізге көрсетуі өте жоғары деңгейде жасаған. Керемет, өзіме осы апта үлкен сондай бір сезімдерге бөледі. Ағылшын тілі департаментінің мұғалімдерінің сондай ынтымақтастығының ұйымшылдығының арқасында жақсы өтті деп өзім баға бере аламын. Керемет болды. Рахмет бүкіл оқушыларға, оларға көмектескен ата-аналарға, сынып жетекшілеріне, мұғалімдер, сіздер